Қазақстан темір жолының тендеріне ешқашан жоламаңыз. Өйткені Самұрық-қазына порталында ұлттық компаниялар өздеріне керек тауар, работа, услуганы сатып алу үшін тендер жарияласа, ал КТЖ компаниясы как будто өзіне керекті тауарды емес, поставщиктерден 10% штраф өндіру үшін тендер жариялайтын сияқты. Мысалы, КТЖ бір тендер жариялайды. Бағасын өте төмен етіп береді, және оған тәжірибесі бар поставщиктер қатыспайды. Оған білімі аз, енді бастап жатқан кісілер қатысады. Әрине, бағасы төмен болған үшін тауарды жеткізе алмайды. Жеткізе алмағаннан кейін КТЖ-ның закупщиктері оған звондайды. Неге сен тауарды әкеле алмайсың? Әкеле алмай, бағасы төмен. Онда саған келісімшартта көрсетілгендей 10% штраф төлейсің дейді. Ол төлемеймін десе, онда сот арқылы соны өндіріп алады. Қандай тендерге қатысу керек, қандай тендерге қатыспау керек екенін білу үшін міндетті түрде курсқа жазылыңыз. Төменге